Қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге күн шуағымен жақсы тілектер тілеп алайық, иә? Жан бастау. Мен бүткіл Қазақстанға бақыт тілеймін. Милана, жарайсың? Мен осында бәріне сәттілік тілеймін. Жарайсың. Қараңдар, алтларында сағат тұр. Бүгінгі бағалауымыз осы сағат арқылы жүрмек. Дескрипторларды тапсырма барысында түсіндіріп өтемін. Әр дескриптор сайын бал қоятын кезде сағаттың тілін 1 сағатқа жылжытып отырамыз. Яғни сағатпен бағаланады. Сабақтың соңында жақсы бал алған баланың сағаты қайда бару керек? 10 санына жету керек. 10 санына жету үшін көп жұмыстар. Және көңілсіз смайлик тұр. Дұрыс жауап болса, қуанышты жауапты смайликті көтереміз. Ал енді өкінішке орай жұмбақ шешіп алайық. Тақтаға қарасақ, аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ тыныш тұрмайды. Сақтамасаң қорын тек, барша тірлік қурайды. Жауабы Құрт. Құрт дұрыс па балалар? Көтерекші. Смайлигіміз көтерекші. Дұрыс па құрт жауабы? Дұрыс емес деп ойлайсыңдар, е? Дұрыс емес деп ойлаймыз. Ал, қарай кет. Кім айтады жауабын? Динас. Қандай? Менде құрт ойлаймын. Құрт. Қарай. Жоқ, дұрыс емес. Мен су деп ойлаймын. Жұмбақтың жауабы су екен, балалар. Дұрыс. Аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ тыныш тұрмайды. Сақтамасаң қорын тек, барша тірлік қурайды. Сабақ бүгінгі жұмбақтың жауабы дүниетану сабағы 3-ші сынып тақырыбы адамның алғашқы қоныстары қашан және қалай пайда болды. Яғни сумен тікелей байланысты деп жатқанымыз осы, е? Қандай жерде? Подножие гор. Фудс. Тағы да. Подножие гор, фудс. Көл, озеро, лейк. Жарайсың. Мерім. Алғашқы және қоныстары және пайда болды. Қалай пайда болды? Яғни осы суреттерге қарай отырып, қай жерде қоныстану қолайлы? Бірінші суреттерді жерде қоныстанған ыңғайлы екенін біз видео арқылы көріп көз жеткіздік. Неліктен? Сулы жерде малдарды суғарса болады, суын алса болады. Жарайсың? Сол кезде шөлім қалмады. Сумен егіншілікті шығарсақ болады. Гүлдерді шығарсақ болады. Енді кәсіп қылды. Егін немен өседі? Сумен. Күні климаты, ауа райы жақсы жерде егін бидай өсіреді. Тек қана бидай емес, ол жерде күріш дақылдарын өсірді, алғашқы адамдар. Және арпа өсірді, бидай өсірді. Тағы да бірден-бір жағы судың пайдасы. Тағы да қандай, не үшін пайдалы болды? Судан тамақ алу үшін. Тамақ алу үшін. Қандай тамақ алды судан? Балық аулады. Балық аулады. Отбасына не келді? Жағы қорегін азық. Анықтады, қия бізде Маржан, Айнұр, Нұржамал, жағы Жанерке, Милана, Нұрбақыт, Дилназ бір балдан тағы да қосып қоямыз. Қоныстануына қостық па? Енді өз елді мекеніміз туралы айтаршы. Қане, біз қайда тұрамыз, қайда мекендейміз? Біздің мекендеген жеріміз қалай арқа? Қордай,
Біздің мекендеп жатқан жеріміз не? Қалай аталады екен? Қордай деп аталады. Қордай ауылы. Біз қалада тұрамыз ба, ауылда ма? Ауылда. Хормен жауап бермейміз, қолды көтереміз, иә? Қордайда тұрамыз. Және Қордайдың климаты қандай екен бізге? Өте суық емес, және де өте ыстық емес. Адамның өмір сүруіне қолайлы ма? Адамның өмір сүруіне қолайлы жер. Қолайлы жер. Біздің Қордай елімізде алма, өрік өседі. Суға керек. Біздің жағы мекендеген жеріміздің климаты жақсы екен, ауа райы жақсы, су тапшылығы жоқ деп оны еркінше қойып қоюға бола ма? Жоқ. Не істеу керек? Оған да күтім жасау керек. Су табиғаттың бір бөлшегі, сусыз тіршілік жоқ. Суды ластамай, суды таза ұстайық, суды ысырап етпейік, үнемдейік. Дария өзенінің бойындағы қоныстанған қалалар, пайда болған қалаларды қараңдар. Қызылорда, Сығанақ, Отырар, Созақ, Яссы, Тараз деген қалалардың бәрі осы Сырдария өзенінің жағалауларына орналасқан. Жібек жолы Қазақстанның оңтүстік аймақтарынан өткен, сол жерлерде саудагерлік топтың құраған суретіне бірінші топтың құраған суретіне түсініктеме береді Дилназ. Тыңдаймыз. Бұл керісте 21 ғасырдағы үйлер. Бұл үйлерде адамдар қиналмай тұрады. Өйткені бұл үй бұрынғы замандағындай құммен, ламен жасалған жоқ, кәдімгі кірпіштермен жасалған үй. Біздің топтың жұмысынан алғашқы адамдардың үйі шықтым. Жарайсың. Жұмысына қанағаттанамыз ба? Смайыл көрсеттім. Өйткені даусын ақырын қылып айтты. Сондықтан көңілсіз смайлик жасадым. Келесі Айнұр, сен неліктен? Өйткені ол дұрыстап айта алмады сөзін. Жарайды. Ал Мержан? Сен екеуіңе көтеріп отырсың, Мержан, не үшін? Кішкене қисық болған. Қисық болған. Ал енді ұнаған тұсы? Ұнағаны өзіне. Өз? Қандай? Өз бұрынғы заманның үйі. Бұрынғы заманның үйі туралы жақсы мұнда киіз үй шықты. Бұл киіз үйде біздің ата-бабаларымыз көшпелі болған кезінде өмір сүрген. Өйткені бұны жинап және құрастырған оңай болды. Жарайды. Бағалаймыз қане? Бағалаймыз. Алғашқы үйлер берді, бірінші топқа. Екінші топ одан бердің мәдениет дамып, істеді. Әдемі киіз үйді жасай бастады. Ол неге ыңғайлы екен? Көшіп қонуға, мал шаруашылығымен айналысқан қазақтарға көшіп қонуға өте ыңғайлы екен. Қазіргі заманның үйі кірпіштен жасалған, жылы, көшіп қонуға ыңғайлы ма? Жоқ. Қазір біз отырықшылық салт ұстанғандықтан көшіп қонуға ыңғайлы киіз үйде тұрмаймыз. Қазір әдемі зәулім үйлер салатын болдық. Неге сол атты қойылғанын себебін табу. Ал, қандай сөздер берді? Мысалы, Көкшетау. Көкше деп біздер өндірістерді айтамыз. Көкшетау, қандай жерлерді атап кетіп таптыңдар, соларды атап айтшы. Көкшетау, Теміртау, Ақтөбе. Келесі, үшінші топтың жұмысы. Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматы қалалары. Таптық. Тақтадағы картадан көрсетіңдерші, қане?
Жүр, тақтада картадан көрсете қош. Түркістан, Шымкент қалалары қай жерде орналасқан? Тараз, берген, сол жақтан көрсетесің ба? Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматы қалаларын бір. Жарайсыңдар. Түркістан, Шымкент, Тараз қалалары қай өңірде орналасқан екен? Қай өңірде отырып, қала мен елді мекендердің атын шығарамыз. Түсінікті ғой тапсырма? Ал бірінші жеті жоқ, орнымыздан айтпаймыз. Дилназ келе ғой. Кел. Жеті. Не болу мүмкін? Қатты айт. Жеті су. Ауыстыр. Жеті су. Дұрыс па балалар? Иә. Ала. Келесі мейірім. Мейірім. Оқысай бірінші айналып дейін. Ала көл. Ала көл. Көл. Ауыстыр. Куаттарын оқимыз. Әдісі арқылы бір тапсырма орындатқым келіп отыр. Қолдарыңа киімдердің суретін бердім. Артында жер, су аттары бар. Енді кімнің қолында суға байланысты атаулар тұрса, мына жаққа келеді. Кімнің қолында қалалардың атаулары берілсе, мына жаққа әкеп біледі. Қолында көлге, суға байланысты атаулар болса, тұрып, мына жақтағы жіпке ілеміз. Келдер. Бәрін жартыламаймыз. Әкеледі. Артында Сырдария дейді, дұрыс. Алакөл, Балқаш, дұрыс. Каспий, дұрыс. Жетісу, Алакөл, Ыстықкөл дейді. Барлық сабақтар түсінікті болды. Ал саған қай жері түсінікті, қай жері қызық болды, қызықты болды? Және айта ғой. Маған күз жайған кезінде Көкшетау дегенді кішкене мен түсінбей қалдым. Түсінбей қалдым, не? Қазір сабақ қоңырау кезінде түсіндіремін. Диас, не сен о жаққа жапсырдың? Маған пазл құрастыру ұнады. Жарайсың. Төмендеу болды. Ертең белсенді қатысатындай болып, көңіл-күйді, көтеріңкі ұстауға тырысасың, не? Бүгінгі сабақта мейірім 10 деген бал алды, 10 алдым. Айнұр 10 бал алды, жарайсың. Миржан 8 деген бал алды, Диас 7 деген бал алды, Мейірім 5 деген бал алды, Милана 6 деген бал алды, Нұрбақыт 7, Дилназ 10 деген бал алды, жарайсың. Ерсұлтан 9 деген бал алды, өте жақсы, жарайсың. Осы бетінен таймай сабақта белсенділік танытып отыр, жарай ма? Алихан 10 деген бал алды. Бүгінгі сабақта қызықты өтті ме сабақ сендерге балалар? Қызық болды ма? Алғашқы адамдардың қоныстануы туралы мәлімет алдық па? Жарайсыңдар. Келесі сабаққа үй тапсырмасы Қордай ауылының атауы
атауының неліктен Қордай деген атау берілгендігі туралы тарихына үңіліп, ақпараттар жинап келесіңдер. Түсінікті ме? Өз елім, өз мекеніміз, өзіміздің өлкеміз туралы мәлімет жинау. Қоңырауға шыға беріңдер.